Сәлем достар, сіздермен Диляра. Осы видеода сіздерге самса рецептісімен бөлісемін. Менің каналыма келуді ұмытпаңыздар. Төменде құрамын жазып кетемін. Алдымен ыдысымызға 300 грамм қаймағымызды саламыз. Бір жұмыртқаны жарып, жарты қасық тұз, бір кішкентай қасықпен қант, артынан разрыхлитель саламыз. Маргарин немесе майды жылытып құямыз. Бәрін жақсылап араластырып, артынан ұн салып, тағы араластырамыз. Алдымен вилкамен араластырып, одан кейін қолмен араластырамыз. Соңында бізде қамыр шығады. Соны тоңазытқышқа 1 сағатқа немесе 1 түнге салып қоямыз. Менде салмасына тауықтың фаршы, сіздер сиыр етінен де қолдансаңыздар болады. Бір орташа пиязды кішкентай қылып турап, дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка саламыз. Жақсылап араластырамыз, салмамыз дайын болады. Енді тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, оны бірнеше бөлікке бөлеміз. Ұн сеуіп, видеода көрсетілгендей форма жасап, бірдей бөліктерге бөлеміз. Дөңгелек форма келтіріп, сосын оны оқтаумен жайып, салманы салып, самсаны түйеміз. Мен сіздерге 2 түрлі тәсілді көрсетемін. Біріншісі 3 бұрыш, екіншісі өру тәсілімен. Біріншісі 3 бұрыш қып түйілген тәсіл. Түйілген жағы астына қаратылатындықтан, шет жақтарын ғана түйеміз. Екінші тәсіл өріп түйеміз. Алдымен шетін түгел түйіп, астынан ортаға қаратай әдемілеп түйіп, соңында осындай болып шығады. Видеода көрсетілгендей. Менде 2 лист самса шықты. Біреуін 3 бұрыш күйінде, екіншісін өрілген күйінде түйдім. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын ағынан ажыратып, сарысына кішкене 1-2 ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырып, самсаның бетіне жағамыз. Содан кейін бетіне кунжут сеуіп, ысып тұрған пешке 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Осындай керемет самсаларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.